Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ақпаратты ақтарып отырып, мынадай тақырыпқа тап болдым. Қазақстанда бала саудасының схемасы әшкере болды деп жазылған. Бұл не сұмдық деп оқи кетіп едім, жүрек түсім сыздап сала берді. Білем, бұрында талай ақпарат айтып едік. Адам саудасы туралы, бала сатқан бетсіздер туралы. Бірақ соның бір жүйеге келтіріліп, заңдық тетіктер тауып жүзеге асып жатқанын оқығанда жанымды қоярға жер таппадым. Бәрін байыппен баяндайын. Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған қазақтың жерінде 2010 жылы бала саудасына қатысты 19 факт тіркелген, 5 адам сотталған. 2011 жылы бала сатуға қатысты 21 іс тіркелген, 9 адам сотталған. 2012 жылы 2 факт анықталған, 7 адам сотталған. 2013 жылы бала саудасына қатысты 25 іс тіркеліп, 14 адам сотталған. Ал 2014 жылы 15 факт анықталып, 20 адам сотталған. Бұл тек құзырлы орындар анықтаған жағдайлар. Бәрінде есеп айырысу құралы ақша, тауар, бала. Бөпені бөтен біреу ұрлап сатса жазаға тарту керек деп шулап, құзырлы орындардың табалдырығын тоздырып, сотта сілікпесін шығаруға болар еді. Бірақ бұл тақырыпта бірақ деген сөзді айтуға мәжбүрмін. Өйткені Қазақстанда әке мен аналар өз балаларын өздері сатып жүр. Тағы да өткеннен бастайық. 2014 жылы Шымкентте әйел өзінің туған балаларын аурухана медбикесімен бірге сатқан. Сәбилердің бағасы 40 мың мен 90 мың теңге аралығында болыпты. Соңғы сауда кезінде қолға түскен әйел жоқшылықтан осындай қадамға бардым депті. Жоқшылық дегенше жоқ болып кетсейші деген келеді. 4 баласын тірідей сатқан әйел ақыр соңында жалпы сомасы 1,6 миллион теңге тапқан. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше. 2014 жылы Ақтөбеде шешесімен қызы бірлесіп бала сатқан. Өмірге келгеніне небәрі 2 күн болған сәбиді $8,800 бағалап, сатып жатқан жерінде қолға түскен тексіздер 8 жылға бас бостандығынан айырылды. И это правильно? Правильно. Правильно. 2015 жылы Астанада ерлі зайыптылар өз нәрестесін автокөлікке айырбастамақ болған. Бауыр еті балаларын автомашинаға ауыстырмақ болғандар талаптарында шімірікпей айтқан. Көлік 2008 жылдан төмен емес, Toyota болу керек екен. Ақысына дені сау, салмағы 4 келі өздерінің туған ұлдарын беріп есептеспек болған. 2014 жылы Қарағандыда маскүнем әйел баласын базарға шығарып аукцион жасаған. Бөпенің бастапқы құны 500 теңге деп жарияланған. Ой, какой кошмар. Бұл жай жапсары айтылған істер және құқық қорғау орындарына белгілі болған қылмыстар. Ал біз білмейтін қанша қаныпезер бала сатып сауда жасап жатқанын ойлаудың өзі қорқынышты. Мысалы, 2016 жылы бала саудасымен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Олар 5 жыл бойы бөпелерді сатумен айналысқан. Құрамында Алматы қаласындағы көп бейінді клиникалық аурухананың қызметкерлері, оның ішінде акушер-гинеколог пен медбике болған. Аурухана қызметкерлері жаңа туған нәрестелерді 150 мың теңгеден бастап 10 мың ақш долларына дейін сатқан. 5 жыл ішінде 28 бөпені сатқан қылмыстық топтың 30-дан астам мүшесі 2016 жылы сотталды. Өкініштісі сол, бұл сәби саудасының біріншісі де, соңғысы да емес. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Сататын кім дегенге келейік. Сарапшылардың сөзінше, негізінен ойламаған жерден бала көтеріп қалған қыз-келіншектер. Алушы көбінесе бала асырап алуға кезекте тұрған жандар. Тұздық болсын, қазір Қазақстанда 8 мыңдай адам бала асырап алудың кезегінде тұр. Бірақ бұл да қауіпті дерек.
Себебін айту үшін тақырыптың басына келейік. Қазақстанда бала саудасының схемасы әшкере болды деп бастадық қой шығарылымда. Сорақылық сонда жатыр. Өйткені бала саудасын заңның тілімен жүзеге асыратындар пайда болды. Бұрынғыдай қара базарда бала сатып, бастарын бәйгеге тікпейді екен олар. Бәрін Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Болат Дембаев айтты. Бала сататындар отбасы және неке туралы заңның қалтарысын пайдаланып келген. Мұқият тыңдаңыздар. Заңның бала саудасына мүмкіндік беріп қойған баптарын айтамыз. Біріншісі, отбасылы еркек басқа бір әйелдің баласына әке боп құжат жүзінде тіркеледі. Жаңағы әйел жалғызбасты дейік. Қамқорлығына алады баланы. Содан соң туған анасы баласынан бас тартады да барлық құқықты құжат жүзінде тіркелген әкесіне береді. Кейін әлгі еркектің әйелі сот арқылы баланың анасы деген құқық алады. Нәтижесінде шарананың туған анасы мен екінші тараптағы еркек пен әйел бала саудасын осылай заң жүзінде жүзеге асырады. Бұған біздегі неке және отбасы туралы заң мүмкіндік береді. Ол жерде баланың туған анасы мен заңды некеде тұрмайтын еркектің баланың әкесі болып танылуына рұқсат берілген. Екеуі бірігіп арыз берсе болғаны. А что, так можно было, что ли? Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Болат Дембаев айтқан бала саудасына жол беретін келесі схема былай. Туған анасы баладан бас тартады. Бұл шешімін нотариус арқылы рәсімдейді. Сол құжаттың ішіне баланы кімдерге асырауға беретінін аты жөндеріне дейін көрсетіп тұрып жазып береді. Артынша сол құжатты алып сотқа барады. Бітті. Бөпе сөйтіп нотариалды құжатта көрсетілген адамдардың баласы болып шыға келеді. Сауда жүзеге асады, бәрі заң жүзінде. Нет слов. Дәтке қуат. Қазір бас прокуратура мен Әділет министрлігінің ұсынысы негізінде нотариалды палата туған анасының баласын басқа біреуге асырап алуға беру туралы өтінішін құжат жүзінде рәсімдеп бермейтін болыпты. Егер әлгіндей құжат жасау туралы ұсыныс түссе, дереу полицияға хабарланады. Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Болат Дембаев жариялаған ресми нұсқа бұл. Қорытындыны айтыста айтылған сөзбен келтірейін. Абортты жоятығын біреу туар, оның өзі аборт болып кетпесе егер деген еді ақын. Бізде бала саудасын тоқтататын, заңның қалтарыс бұлтарысын түзететін тұлғалардың шығуын күтеміз. Сау болыңыздар және балаларыңызды құшақтап, сүйіп алыңыздар.